Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Бүгін математикадан екінші сабақты бірге орындайық. Есептерді бірге шығарайық. Екінші сабақ екі таңбалы сандарды оқу және жазу. Сен екі таңбалы сандарды құруды, оқуды және жазуды үйренесің. Бірінші есеп. Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқығанын біл. Ол үшін дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді дейді. Бірінші А есебінде жасылдар ондықтар, ал сарылар бірліктер болады балалар. Ондықтарды санайық бірге. Қанша ондық бар екен? Дұрыс айтасыңдар. 20 ондық бар. Жасыл дөңгелектер бізде 20 екен. Келесі сары дөңгелектер қанша? Дұрыс айтасыңдар. Сары дөңгелектер бізде 5. Сонда Мирастың оқыған кітабы 25 беттік кітапқа сәйкес келеді, яғни ортадағы кітапқа. Келесі әсінде жасылдар ондықтар неше дөңгелек? Дұрыс айтасыңдар. 10 дөңгелек, ал сарылар 9 дөңгелек екен. Біздің кітаптарымыздың бетіне сәйкес келе ме балалар? 34, 25 және 29 беттік кітаптар. Ешқайсына сәйкес келмейді, сондықтан бұны жазбаймыз. Келесі Б есебінде жасылдар ондықтар қаншау? Санап көріңдер балалар. Дұрыс айтасыңдар. 30. Ал сарылар қаншау? 4. Сонда 34 беттік кітапқа, бірінші кітапқа сәйкес келеді екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі есепті шығарайық. Екінші есеп сандарды жаз және оқы. 2 ондық 8 бірлік, 6 ондық 0 бірлік дейді. Бізге ондықтар мен бірліктермен беріпті сандарды. 2 ондық дегеніміз 20, ал 8 бірлік деген 8-дің өзі. Сонда 28 болады. Ал 6 ондық 0 бірлік дегеніміз қанша болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 60. Келесі 3 ондық 9 бірлік. 39. Ал 75 бірлікті қалай шығарамыз балалар? Бұны ондықтар мен бірліктерге ажыратамыз. 7 ондық 5 бірлік болады екен. Жарайсыңдар балалар. Үшінші есеп. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы. А есебінде ондықтары мен бірліктерінің цифрлары бірдей дейді. Яғни ондықтар 10, 20 болса, қасындағы бірліктері де сол сандармен бірдей болу керек. Мысалы 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Жарайсыңдар. Келесі Ә есебі ондықтарының цифры бірдей 4-ке тең, ал бірліктерінің цифрлары әртүрлі дейді. Ондығымыз бізде 40-қа тең болып тұр, 4 ондығымыз 40. Ендеше ары қарай бірліктердің цифрларын жазайық. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 және 49. Жарайсыңдар балалар. Келесі есебіміз 4-ші есеп сандарды өсу ретімен жаз дейді. Бізге әртүрлі сандар берген, осыларды өсу ретімен, яғни ең кішкентайынан бастап ең үлкеніне дейін жазамыз. Ең біріншісі 0-ден басталады, 0, 2, 5, 7, 14, 16, 18 және 20. Жарайсыңдар. Ал Ә есебінде мына сандардың арасындағы сандарды ата. 15 пен 18. 15-тен 18-ге дейін қандай сандар бар арасында балалар? 15-тен кейін 16, одан соң 17 және одан кейін 18 болады. Сонда біздің 15 пен 18-дің арасындағы санымыз 16 және 17. Келесі 7 мен 14. 7-ден 14-ге дейін 7, одан соң 8, 9, 10, 11, 12, 13, одан соң 14 болады. Сонда осы ортасындағы сандарымыз 7-ден 14-ге дейінгі сандар екен. Жарайсыңдар. Сәйкестендір. 5-ші есеп. 25 сан түрінде жазылған. Ал келесінде санның оқылуы, яғни әріптермен жазылған. 25, 34, 78. 25 Әге сәйкес келеді, 25, 34 қайсыған сәйкес келеді? Дұрыс айтасыңдар. Б 34 және 78 А болады екен. Жарайсыңдар балалар.
Келесі 6-шы есеп. 9 саны 6-дан неше бірлікке артық? Яғни 6-ға нешені қосқанда 9 болады деп сұрап тұр. 6-ға 3-ті қосқанда 9 болады. Сонда 9 саны 6-дан 3 бірлікке артық екен. Келесі есебі. 4 саны 8-ден неше бірлікке кем? 8-ден 4-ті азайтамыз. 4-ке тең. Яғни 4 саны 8-ден 4 бірлікке кем екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 7-ші есеп. Есепті шығар. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды? Енді бұл есепті шығару үшін берілгенін жазып алайық. Берілгеніне балалар, сатып әкелінген жұмыртқаны жазамыз. Сатып әкелді 10 жұмыртқа, ал дайындады 4 жұмыртқаны. Бізге табу керек қалған жұмыртқаны. Енді шешуінде әкелінген 10 жұмыртқадан 4-еуінен құймақ дайындап тастағаннан кейін оның 4-еуін 10 жұмыртқаны алып тастаймыз. Сонда 6 қалады. Жауабы 6 жұмыртқа қалған екен. Жарайсыңдар. Келесі 8-ші есеп. Біріншісінде кестеге қараймыз. 9-ға дейін толықтыр дейді. 7, 6, 5, 4, 3 деген сандарды беріпті. Осыларды 9-ға дейін толықтыр дегеніміз 7-ге, 6-ға, 5-ге, 4-ге, 3-ге қаншаны қосқанда 9 болады. Енді есептейік. 7-ге 2-ні қосқанда 9, 6-ға 3-ті қосқанда 9, 5-ке 4-ті қосқанда 9, 4-ке 5-ті қосамыз 9, 3-ке 6-ны қосамыз 9. Міне біз есепті дұрыс шығардық. Жарайсыңдар. Келесі 3-ке кеміт. Демек бізге 9-дан, 13-тен, 5-тен, 17-ден және 4-тен азайт деп тұр. 9-дан 3-ті азайтамыз. 6, 13-тен 3-ті азайтамыз. Қанша болады балалар? 10, 5-тен 3-ті азайтамыз. 2, 17-тен 3-ті азайтамыз. 14, 4-тен 3-ті азайтамыз. 1 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі есеп. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы дейді. А есебінде ондықтары 1-ге тең, ал бірліктері әртүрлі дейді. Яғни 10-нан бастаймыз, я? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-ға дейін болады екен. Ә есебінде ондықтары әртүрлі, ал бірліктері бірдей 5-ге тең дейді. Бұлар 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 және 95 болады балалар. Себебі ондықтар дегеніміз 10, 20, 30, 40 дегендер. Ал бірліктер дегеніміз қасындағы 5-тері бірлік болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді естеріңде сақтаңдар. Грек тілінен аударғанда математика білім, ғылым дегенді білдіреді. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар араб цифрлары екен. Жарайсыңдар балалар. Сабақ түсінікті болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.